Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі жұмсақ булочканы сіздермен бірге әзірлейтін боламыз. Ендеше бізге керек заттар: 2 жұмыртқа. Бір жұмыртқаны толығымен, ал екінші жұмыртқаның сарысын бетінде жағуға алып қаламыз. Құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып, сұйық майымызды, сүтімізді, шым-шым тұз салып, мен алдын ала стаканға дрожжинді жарты сағатқа салып, көпіргенше алып қойдым. Сол дрожжимызды құямыз. Жақсылап араластырып, араластырамыз дағына. Ұнымызды жарты-жартыдан сала отырып, осындай қасықпен араластырамыз. Тағы да ұнымызды салып, қолымызға жабыспайтындай қылып, қатты жұмсақ емес, қатты қылмай қамыр илейміз. Және қамырымызды көтерілгенше жылы жерге қойып, бетін жауып қоямыз. Көтерілген кезде тағы екі қайтарып жіберсеңіздер, өте тамаша болып шығады. Және көтерілген қамырымызды жаятын жерге сұйық майымызды жағып, қамырымызды сол жерге қойып, өздеріңіз қалаған формада булочка жасаймыз. Мен 2 түрінен жасадым. Мен осындай жұмсақ, әдемі болып көтерілді. Қолдарыңызды майлап алып, осылай формаға көтерілгенше қойып қоямыз. 20 минутқа қойып қоямыз. Осындай гүлді форма жасадым, яғни ортасына баклажканың қақпағын қойып, шет-шетін осылай гүлдеп, ортасына алманың вареньесін салдым. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, осылай духовкаға салдым. Бұл менің бірінші булочкам, яғни мынау екінші түрі. Осылай әп-әдемі болып шығады. Осы тестода менде 12 штук, яғни 24 штук шықты. Осы гүлінен 12, ана түрінен 12, яғни 24 штук шықты. Осылай дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Және де осы видеоны көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңызда міне өте жұмсақ, әдемі болып көтерілген. Қазір ыстық болып тұр, сондай. Бір қолмен түсіргеннен кейін ыңғайсыз болып жатыр сіздерге бөліп көрсетуге. Өздеріңіз қаласаңыздар, қантын көптеу қоссаңыздар болады. Мен тәттіні қатты жақсы көрмеймін, сондықтан құмшекерін өте аз салдым. Бірақ өте дәмді болған. Шаймен ішкенге өте дәмді, ас болсын.